Мен айтып отырмын, подсказка беріп отырмын. Еркекте 3-4 бар, кейде даже 5 болады ол. Жоқ, тоғал деген. Таппадыңдар ма? Таппадыңдар ма? Приз маған бересің бе? Менде бірақ приз көп үйде. Ол бажа. Еркектерде бажа болады, әйелдерде бажа болмайды ғой. Просто прикол, анам жеңгесі, анам келбірде бажа деп ғой, на самом деле ол бажа емес. Яғындар бек? Жарайды онда бағанағы сені ұқытты болсын. Тура осыған ұқсайтын сұрақ. Әйелде 2, сиырда 4. Секең шақырайық жордаға, секең. Вау! Ай, бәрекелді. Әйелде 2, сиырда 4 ол не? Аяқ. Қош! Да, шынымен не деген, әкеш қолыңды секе, красавчик! О, қайдан білдің? Не де тұпай басадым? Рахмет, секеңе сыйлық, не деген мықты? Аха! Тайғаммен де болды ма? Құтты болсын, енді тағы да бар. Енді бұны көп бет, бір сонда айта кетейік. Алдынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Сен алдың ғой сыйлықты шотша? Мен шықсам сен ортаға шыққаны. Қандай? Диванда отырған адам. Дұрыс емес. Нанұрсын дұрыс емес. Енді Иван? Диванда тұрған Иван? Енді Иван деп айтсайшы, мен адамды Иван Ақмарал, мына жерге сен беріп атқан сыйлықтарыңыз бәріне өзіне ұқсатып беріп атсың ғой несі? Сені көрсетші? Шашың ағарғанына байланысты ғой маңдақта, ә? Бар бұл? Болды енді қайден өзімде. Болды қоя салшы, сен ұқсайды. Алмайым, тек деспеймін, тек тықпашы бұл. Кім жынды? Қайсысы ол деген ба? Енді үйтіп айтпаймыз деп едім ғой, енді келісті ғой, жамандамаймыз класстарда. Рахмет. Енді бір ауыз тілек тағы да жалғастырайық, енді тілектерге келдік. Ал енді ортамызға шақырайық, алғашқы ұстаздарымыз және пән мұғалімдер жаңа тілектеріңізді айтып кеттіңіздер. Ортамызға Басшығылова Гүлнар, Макежанов Руслан думандатып ортамызға шақырайық. Енді келіндер сәл кішкене тұра тұрыңыздар, артынан өздеріңізді құрметтеп даралап шақырамыз. Енді бүгінгі 20 жылдық кездесу болып жатқан соң, енді осы тілектерді бүгін мерекесімен құттықтап ортамызға шақырып. Басшығылова Гүлнар, Макежанов Руслан, қане екеуіне қайсы мықты билетуге көрейікші? Руслан, қане, Гүлнармен жарысшы. Қадапсайын, Гүлнар қадапсамыз кәсе. Рахмет, тілекті бастайық. Қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы ұлы жол. Қайсысын таңдаймыз? Солифа ойнап жүрек шаңген. Давай. Ұтты, е? Баршамызда бүгінгі осы жайлы отқан Дастарханға қош келіп жатыр. Енді 20 жылдық кездесу деп осындай керемет бір тойхананы жалдап, бәріміз басымызды қосып, сыныптастар деп жиналып отырған себебіміз бар. Ұстаздарымызға көп рахметімізді айтамыз.
алтын уақыттарыңызды бөліп өстіп қалмайық деп келіп жатсыздар, қош келіп жатсыздар. Тек дендеріңіз сау болсын. Гүлсім Аманбаевнаны ой анда-мында деп кешеден бері айтып жатырмық қой, іздеп ақыры тауып, осындай ниетіңіз дұрыс, қалай айтсам болады енді, өте керемет болды да. Сіздің осындай қайда жүргеніңізді де іздеп тауып, даусыңызды естіп, телефонмен де сөйлесіп жатырмық. Әлі сол қалпы бұрынғы кезіңіз көз алдымызға елестеп, бірде жылап алып, алғашқы мұғалім деген енді өте ісі болады. Әр оқушы өзінің алғашқы ұстазын еш уақытта ұмытпайды. Бірінші А деген әріпті үйретіп бізді. Тек деніңіз сау болсын. Осы көрінген ұлдарыңыздың қызығын көріп, немере көріп, шөбере сүйіп, аман есен отыра беріңіз. Осы төрден болсын орныңыз әрқашанда. Шекер апай жаңа айтып жатыр қой, Кәмгүл апай бәріңізде, Әли ағай, Маржан апай, Гүлжахан апайымыз енді бақилық болып кетті, жатқан жері торқа болсын деп енді асымызды да беріп жатырық. Жаңа бір ағынып жатқан болар ол кісі де. Енді медет анар деп жатыр. Көздері тірі болса осында ортамызда отыратын еді, бізбен бірге күліп ойнап. Енді жатқан жерлері жайлы болсын олардың да. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Өте керемет. Ақмаралға бөлек айтатын рахметім өте шексіз. Ойбай қалмаңдар деп, оның бәріне әр адам үйтіп жүгіріп, әр адам мынандай кәдімгі болып жатқан 20 жылдықты ешкім олай істей алмайды. Қазіргі кезде ешкімнің қолы бос емес, өзі жұмыста болса да, уақытын бөліп, біресе ананы жасап жатырмын, мынаны жасап жатырмын деп, самсаны өзім пісірем деп, өте рахмет саған, көп рахметімді айтам, алғысымды айтам, шексіз, молодец. Тек семьяда бақытты бол, көтерген шаңырағында жандағы жолдасымен екеуің бірге әдемі қартайыңдар. Бәріңізге мына ораза ұстаған жігіт қыздарымызға оразаларыңыз тек қабыл болып, осы ниеттеріңіз тек ағынан болсын енді. Өте қобалжып тұр. Айтатын сөз көп қой. Басымыз аман болсын. Тек осы 20 жылдық деп қалып қоймай, осыдан да ары қарай, осы жаңағы телефонда ашқан WhatsApp-тан шығып кетпей, Ақмарал ұрсады, шығып кетсе қайта кірісіп қойды, айғайлап. Тек осылай араласып жүре берейік, 30 жылдық, 40 жылдық деп ерінбей, басымызды қосып осылай. Тек аман отыра беріңіздер. Тек осы алған орындарыңыз тек төр болсын деймін. Ал сол үшін, Русланға берейік. Сол үшін алып қойып деп қалдыңыз. Ал құрметті ұстаздар, құрметті сыныптастар, бүгін міне тойдың болғаннан болар қызық дейді ғой. Ана үнеме осы жаңа жылдан бері дайындалып жатырмыз, жүгіріп, арда іздеп, арда шапқылап, берді шапқылап, дайындалып, бір-бірімізге хабарласып, біреуді ренжітіп алдық, біреуді бірдеңке қылдық әйтеуір. Сонымен әйтеуір бүгін құдайға тәуба, бүгін жиналып отырмыз. Бүгін ұстаздарымыз келіп, бізді қуантып, Гүлсім Аманбаевна, сіздің келгеніңіз өте қуаныштымыз. Жаңадан бері айтылып жатыр ғой, Гүлсім Аманбаевнаны іздеп, енді мектепте жүрген кезде ойда болмады, ол енді ары бері неттігі біздің ұстазымыз ғой деп жүре бердік. Енді уақыт өткен 20 жыл өткен соң апайымызды іздейік деп, сонымен жаңағында атсалысып бәріміз жан-жақтан іздеп, жаңағы Ақмарал халыққа қызметтік көрсету орталығында істейді ғой, сол жерден әйтеуір кешеде айтып кетті, сол жерден тауып Гүлсім Аманбаевнаны. Одан кейін қалай болды ол? Фамилиясы, аты жөнін айтады. Сонымен қызық болғандай, мен бір қонаққа барып, қонақта отырып, сол жерде қалай 20 жылдықтарын қалай болып жатыр деймін. Ой, жақсы, апайымызды таппай жатырмыз, сол ғана минус болып тұр деймін ғой. Ой, аты кім екен? Енді сіз де мектепте істейсіз ғой, енді сұрастырып көріңізші десем, кім дейді, осындай Талбұлақ деген неде тұрады екен, Кербұлақ ауданында деп айтсам, тура қарама-қарсы отырған кісі сол ауылдың кісісі екен. Үй, менің ауылым ғой ол дейді ғой. Бұйрыққа қарап көріңізші. Содан ой, давай сразу табыңыз, қазір осы жерден телефон табыңыз деп. Ол кісі 4-5 адамға звондап, сонымен табылмай қалды. Болды, ертеңге дейін тауып беріп жіберемін, WhatsApp-пен жіберемін деді. Ертесі күні WhatsApp-пен жіберіп, апайымызбен хабарласып, қуанып, содан кейін группаға шығып, айтып жатырмын, Гүлсім апаймен сөйлесін десем, бәрі шыдамайды ғой. Руслан, номерді берші, бермей қояйын ба деп қалжыңдап қойдым арасында. Сонымен айтыр, Гүлсім апайымыз ортамызда қуаныштымыз, бәрі де өте қуанышты мына жерде сіздің келіп жатқаныңыз. Өте өкініштісі, біздің Гүлжахан апайымыз өзіміздің анамыздай болған кісі арамызда жоқ, жатқан жер жайлы болсын.
әкеден пұл қалғанша ұлғасын дейді ғой. Енді арамызда өзіміздің де ағайымыз, Али ағайымыз, Маржан апай келіп отырсыздар. Сол Гүлжахан апайымыз жоқтатпай рахмет сіздерге. Қанымгүл апай, сізге де үлкен рахмет. Апайымызды жоқтатпай, тура сол апайымыздай әйтеуір бізге қас жетекші болып, ешқандай бәріміздің жамандығымызды жасырып, жасымызды асырып, әйтеуір мектепті бітірттіңіз. Жаман болған жоқпыз. Сәуле апай, Шекер апай, мектепте бұзық болып жатсақ, ренжімеңіздер. Енді ұлың өскенде көресің дейді ғой. Ақырында көріп жатырмыз енді. Күнде мектепке барып қоймыз анда-мында. Исламның папасы бергеніңіз дегеніңізде басы қаса бүйтіп барамыз. Енді Құдайдың бергені ғой. Не дейміз? Рахмет сіздерге, бүгін міне жиналып жатырмыз. Осы кешіміз өте керемет өтсін. Ертеңде жалғасы бар. Осы кешіміз, осы кездесуімізді жоқ болмай, әр жылда кездесіп осылай 20 жыл, 30 жыл деп жатыр. Сол кездесіп жүргенге Құдай нәсіп етсін. Енді өзім отбасымнан ән шашу енді. Ұстаздарыма, сыныптастарыма, жолдасым бір-екі ән айтып жібереді. Тойларыңыз құтты болсын, тойға ұлассын. Қазіргі айтылатын ән Айнұр Тұрсынбаеваның сөзіне жазылған, Бауыржан Өскенбайдың әнінен қойылған Аяулы ана. Қабыл алыңыздар. Барша анамыздың
Ой, рахмет. Енді былай істейік, қазір бір ойын ойнап жүрейік, сол ойыннан кейін барып бәріміз үзіліске шығамыз, бәріміз береміз. Дастархан басына қарай шақырайық өздеріңізді, қанекей. Сыртта жүрген класстар шақырайықшы, жігіттерді шақырайық, сыртта жүрген. Дәурен шақырып жүрші. Қанша жігіт барымыз, ортаға шақырайық жігіттердің барлығы. 5 жігіт. 6-шы жігіт қайда? Енді сіздерге ойынның шарты мынандай, анау ар жақта тұрған 8 орындықты тезірек ортаға қарай алып шықсаңыздар, әркім өзіне бір орынға алып шықсын, қанекей тез. Ал енді қыздар осы жерде жігіттерге шапалақ ұрып қояйық, қошеметтеп, іске сәт. Былай. Енді былай істейік. Былай. Бірдей түп-түзіп отырыңыздаршы. О, енді аяқтарымыз бүйтіп алға қарай созып көрсеңіздер, біріктіріп қанекей. Просто біріктіріңіздер аяқты, қосайық, екі аяқ қосайық. Просто кімнің аяғы маймақ соң көрген. Енді дәке кішкене қиналасың ау сен. Рахмет, енді ойынның шарты мынандай. Қазір мына жерде алманы береміз, Руслан. Өзің жақтан бастаймыз. Аяғыңызды көтерсеңіз, мен алманы мына жерге қазып қоям. Ойынның шарты мынандай. Аяқталып кетпесін. Қолымызды артқа ұстаймыз. Орындықтарыңыздан ұстайсыздар қолдарыңызды. Қолдың көмегінсіз аяқпен ғана тура осылай қойған алманы келесі адамның аяғына осы жерден салып беруіміз керек. Басталды, кеттік, ал музыка. Әдемілеп шапалақ ұрып қойып. Түсіріп қойған адамға 1000 теңге штраф болады. Қанекей, тез әдемілеп саламыз, секе саламыз. Секе! Ал қайтан, ал. Енді, серік, ұстаса қайтан. Енді, дұрыстап, жоқ, ал аяғына қайтан сал, дұрыстап енді жігітке. Енді, алдыла түсіріп қоян, жігіттер түсірген адам, отвечаю, 1000 теңге штраф. Енді, ақшаларын көп болса түсіре беріңдер маған, бәрі. Жігіттердің намысы бар шығар, кеттік ал. 1-2-3 қарай секең жалғастыра берсін қанекей. Оха. Түсірмейміз, түсірмейміз. Ары қарай. Әзеке, Не қылды? Ұста, әсет қайтынасыш. Енді кінә о жерде енді бәукеңнен демес шығар енді. Енді ол маймақ болғанда кінәлі емес шығар енді. Ал енді кішкене қысшы бұтыңды. Сен де кішкене төмендірек сал, сәтті кішкене. Сал. Красава. Саламыз. Охо, красавчик. Мәкет. Не деген. Артыма бағана, Нарбек бүйтіп тұрған ғой мен. Жинап алды ғой мен. Енді тізені біріктіреміз. Қазір алманы мен мына жерге қоям. Осы алманы қолдың көмегінсіз қайтадан артқа ұстаймыз. Ары қарай былай қарай өткізіп шығуымыз керек. Дәкеңнің алдына қарай жібересіз, дәкең бәкеңнің алдына жібереді, әтекең ары қарай мәкең кете береді, секең кете береді, арекең ары қарай жүрді. Ал енді әдемілеп қанекей. Аяғыңды үстіне шығарсаң да болады, не істесең де болады. Ай, красавчик, қолыңды бөге, қолыңды артқа қолыңды көмегіз. Сал. Мәссазаған. Міне. Сүрме. Бәуке сен деме баскетбол ойнап жүрсің. Сен қолыңмен ұстамашы айналайын. Сал, көтер. Қолмен көмектеспе, шығар. Итер, саңырмен итереді. Стоп. Бәке, 1000 теңгені берсеш болды. Үйдеген ақшаға жыланғанда мен ол. Давай. Ері кезегі 3-ке шейін түсірдің. Бәке, болды енді, берші, 1000 теңге берсеш енді ол. Қазір алып шығасың енді жігіт жеді. Давай, кеттік, әзеке. Кеттік, мәке, сал. Аяғын шығарасың ішіне қарай. Не? Әзекен доп ойнап атыр кәдімгідей. Шығар. Ұста. Гол дегенде болды. Сал, секе, қабылдап ал. Не болды, қабылдаймай қалды? Бұттарыңа салып ендір, арттарыңнан түсіп қалды ғой. Давай, мәке, кес. Оха, Әке саған,
Мәке, енді бір рет түсіріп қойсаң, моншаға бесплатно кірем мен. Давай, жігітше, давай. Оха, Ой, елки, моншаға кіріп кетті. Давай, Секе. Аха, шығып ашық, аяйсың да біреудің баласын. Ұстама қолмен. Қолмен ұстап салады жаман екен мен. Давай, кет. Шығарса. Бер қайта, бер. Серік, лақтырмайсашы, лақтырмашы. Қау болмады қойын. Сеге, әкеш 1000 теңге болды. Әйеліңе чапшыға 5000 теңге. Ақша десе үндемей қала ма? Итер. Теспе. Келатыр. Қырместі. Итер. Әрекет, шық алдына. Алдына шық. Тосып ал. Жоғырғана көтер. Ұстан көтер. Жаңа қайтылашы, лақтырды. Өзің қуғатсың құрсын. Ошым 3000 теңге болды. Қайда кетті дегенде болды? Рахмет, лақтырып кеткен ба? Рахмет, енді арғарай жалғастырамыз, дүзіп отырыңдаршы. Күзеп кетті ма? Руслан, мына алманы қазір мына жаққа қысамыз. Жоқ, о жағың емес, жаңа қысайшы қазір. Андағы жерден қайтып алайын. Енді әдемілеп Арекеңе қарай, қолдың көмегінсіз, қолды артқа ұстаймыз, Ареке қолдың көмегінсіз. Арекеңе осы тура солай қысып алу керек Арекең өзіне, мойынмен қысып алсын. Жақында, құшақта бір-бірін, құшақта, түсірме. Отыр енді. Қыста. Қолмен ұстамаңдашы. Ол рубашкаға тұрмайды. Құлақтың астымен қысып алсашы. Ареке, давай, бер, итер. Бер, қысат. Қысып келатыр. Мен бұл жақтан көріп тұрмын. Түсірме. Ареке, сенде мойын жоқ қой, немене қиналып отырсың? Былай бүйтіп қысып ашы дұрыстап, воротниктің ішінен салшы. Бер Шекеңе. Мен не істеп жатырмын неге? Нен Шекең, Мәке! Ұста, құшақтап бер. Главный, Мәке, қолмен ұстамағаны. Қыстың ба? Құшақтап. Мойында ештеңе тұрмайды ғой? Давай. Әзет амзаңы жігітші болмай қалды. Өзінше вариантта бер достар. Бүйтіп бір-біріңді бүйтіп құшақтасыңдар, болды келеді бір-біріңе. Қолмен құшақтаңдар бір-біріңді. Құшақта, құлақтың астынан сүйсең де болады. Давай, жігітше давай өткізіп жүрейік достар. Бер. Бір-екі жерден тістеп ашы мәдияндағы алманың. Құшақта, көтер. Қолын тар, бер. Атым жердің ғой. Құшақта, дәке, сүй құшақта. Бүйтіп құшақтаспа қалды көп болған шығар. Ауыз кетті. Қыс, бер, қолмен ұстамасына. Давай, құшақта. Астан көтер. Не істеп атырым некебі? Құдай-ай, не болып кетті? Берші, қолмен ұстамасына қайда? Түргеп берсеңдер әдемі болады, қайлап. Ақырын орындардан тұрсаңдар да әдемі болады. Түргеп берші. Давай, құшақта, дәке. Кеп қалды, үстінен көріп тұрмын мен. Қыс енді. Ай, красава, бер дәкеңе. Рахмет, енді әкем. Нарда енді жетінен тісте. Тез жетінен тістеш. Жемен жай тістем, ана жаққа бересің.
қазір. Беш аға, беш қызым болды. Істетті, жай, я бұлай істе. Аха, бер. О, аха. Ой. Ауыздары жырты кетеді екен енді. Аха. Ал. Руслан такада жеп қоян тағыда. Алмадың бытышын шығардыңдар ғой. Мына ойынға енді сыйлық береміз ба, бермейміз ба? Ақмарал сыйлық берейік енді жігіттерге. Сөйлейін жаңа қарыз болған үш жігіт. Әкеп саңдаршы, шөп қысыласыңдаршы. Жігітше келістік қой, жігітше шығардыршы ба? Ұста сен неғып берейін деп атсың? Мына ақша жүгіп 2005 ек. Кет. Мәке. Шекем ме? Тез. Дайте, ради милосердия. Өке жаңа тұстағым бар. Алып кешен жігіт болса өлі. Алып кешен де мамет. Тез. Жүрісінен жанылмаған бұл қазақтың жігіттері. Енді аланың тұлпары, қияшының сұңқары, қаны қазақ қайнаған олылардың ұрпағы. Жарайды енді. Әйелін шығармай қойды қойдың. Болды. Мен просто жаңа әйелім әкеп мені тастап кетіп өзі басқа жаққа еді. Просто кешке жолдың ақшасын шығарып алайын дегенмін. Қазір қайтқанда таксимен қайтамын. Рахмет болды. Сыйлықтарыңыз берсеңіз енді. 2000 теңге беріп тұрған жігіттер. Берші, әйелдеріне берсінші. Берші. Жігіттердің сұлтаны, қазағымның жігіттері. Ал орындықтарды орнына қарай қойсаңыздар, дастархан басына қарай шақырайық. Дастархан басына шақырғанда да үзіліс жасап бір кішкене билейікші, ортаға шығып. Қойықшы кішкене. 20 жылдық кездесуді жуайықшы осы жерде. Кеттік, ал музыкамен ортаға шақырайық баршаларыңызды, думандатып қане.
жаусын. Келесі кездес 30 жылдықта кездескенше. Ал келіндер, менің ұлдарымды аялаңдар, олар сендердің арқа сүйер тілектерің, шаңырақтың тілегі, арқа аялап осы балаларымды жаңағы әйелге байланысты дейді ғой, осы ер азаматтың жаңағы жақсы болуы әйел адамға байланысты дейді. Жақсы әйел, ақылды әйел, жаңағы өзінің жарын неге дейді, есіктен төрге қарай сүйрейді дейді. Жаман әйел өзінің жарын төрден есікке қарай сүйрейді дейді. Сондықтан менің ұлдарымды, балапандарымды аялап, еркелетіп қойыңдар, арасында алдап қойсаңдар жақсы өмір сүресіңдер. Рахмет сендерге. Сендерге рахмет. Хабарласып тұрыңдар енді. Қайда? Кеп барасыз ба? Кетем мен ертең Құдай бұйырса кетем. Аман болды. Тілектер жазып қойып еден өйтіп 2-ден 3-тен сөйлеп болсақ енді уақытта көп кетіп қалады. Сондықтан енді жаңағы өзіміз болған соң ортаға қарай шығып, жақсы тілегімізді айтып, ертең енді көкке шықса тағы да жалғасады тілек. Сондықтан да қазір енді кішкене осы бір дағды сарқан бастап кішкене ойын ойнап, қызықтап, жаңадан бері класстастар ойнап жатыр. Қазір сәл осы бір тілектен кейін келіндерді ойынға шығарайық деп жатырмыз. Қалай қарайсыздар? Келіндер ақыры күйеулерін шақырмасыңдар болады енді негізінде. Отсың? Палаталарға жатсаңдар.
мына құрдастардың вечерін басқарған жақсы екен да. Бүйтіп майысып, сызылып жүрмейсің да, смело. Қазір енді ортаға аттарын атап шақырайық, бұл жерде бар ма жоқ па қазір келе ма келмей ме? Өздерің ау дегенге тыңдамай жатқан мен не істейді олар? Рахмет, енді бар адамды осы жерге шақыра берейік, енді келгендер келе жатыр. Енді жақсы бір тілекке ортаға кішкене екі тосты біріктіріп қосып тұрып шақырайық деп жатырмыз. Думандатып ортамызға арайлы Алматыда тірлігін дөңгелетіп жүрген Әсекеңді Нұрпейісов Әсет, Жұмабаева Ғалия, Мақұлбеков Нарбек, Мырзахметова Ақмарал. Шақырайық, қанекей думандатып алып. Бармасың ба? Ата-баба салтында құрдас деген бар тұлға, айтатыны әр елде әзіл қалжың қалпындай. Атаушаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жатыршы жанымдай. Рахмет, енді кім бұлай? Қазір бір тілек айтамыз да? Жаңа бастауышта осы мектепте айтқан тақпақтарын естерге түсіп жатырдар, бір тақпақ айтып жүреміз. Қызық болсын, есік отырып. Кеттік, енді кімнен бастаймыз? Жігіттерден бастай берейік, оң жақтан бастай берейік. Ал енді сабыр сақтап тыңдайық, кеттік әзге. Ал енді қадірменді сыныптастар, достар, не деймін, бүгінгі 20 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Баршаңызды осы 20 жылдықпен құттықтаймын. Аман болайық, тірі болайық, ойнап күліп жүре берейік. Осы тойымыз тойға жалғасып, әрқашанда осылай достықтарымыз ажырамай жүре берейік. Өмірде бақытты болайық. Тақпақ. Аязында киіп тұрсақ, осылай жылыласың шіркін. Аязындан басқа тема жоқ екен. Кеттік мәке, тақпақмен сразу, Ал енді құрметті класстастар, 20 жылдық құтты болсын. Біз жинала берейік, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық. Не деймін, жаңа басы ашты болып, аяғы тәтті болды. Ырың-жырыңмен айтып жиналып, бәрін Құдай берсе жақсы өткізіп жатырмыз. Аман болайық, деніміз сау болсын, бала-шағамыз аман болсын. Не деймін осы? Осындай дастархан тек қана жақсылыққа жайыла берсін. Аман болайық, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Көрші бір тақпақты. Аяздан айтпаймыз уже. Айып отырып барда екі қолы қалтады. А дейді, Б дейді, ұрға тілегемен. Оға, не дегенде жаңадан шыққан тақпақ бұл? Ал енді класстастар, мейрамдарың мен бәріңе денсаулық тілеймін, ұзақ өмір, ауырмай 30 жылдыққа да жетейік. Қыздар бәрі әдемі, келіншектерге рахмет, күтіп алды. Бәріңе жақсылық тілеймін. Шапалақ қайда, шапалақ. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды. Үсті басы ақ бұрау түсі суып, басқан жері сықырлап келіп қалды. Апай. Бұндай кезде мұт қаласың ба? Болады. Рахмет. Жетті қалбыз күнгіде қой. Ай-ай аттанмен. Рахмет. Рахмет қонақтар, ұстаздар. Кетіп қалды енді. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, мынау ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразадан оразаға жетуге нәсіп етсін. Аман болыңдар.
тағы да айтайын, рахмет ұйымдастырушы кісілерге рахмет. Осындай игі істі бастап, қолға алып, аяғына дейін жеткізген келіндер, қыздар, күйеу балалар бәріңе рахмет. Аман болыңыздар. Бәріңізде ұл өсіріп, келін түсіріп, қыз ұзатып, үлкен бір қуанышқа келдіңіздер. Тек қана той болсын, той думан, мереке болсын, өсіп өніп, көгеріп көктеңіздер. Тек қана жақсы күндерде жолығайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тағы да рахмет, тойда жолығайық. Сыр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дым құлтыман жерді басқан. Білмеймін тойғанымы, тоңғанымы, бие ойнап, құдайым Керемет тақпаққа сыйлық бар негізі. Өшін сондай. Бие ойнап, қоң жарып, тай жарысқан. Абай атамыз. Құрметті кластастар, 20 жылдыққа да жеттік, тәуба шүкір. Отбасылы болып жатырмыз, балалы, шағалы, өбірлі, шүбірлі. Кешеден бері ауыз ашарға қонаққа 2-3 үйге бардық. Шаңғырақ көтеріп, үй салып жатсыңдар. Керемет енді. Сендерді білмеймін, өзім тура бір балалық шаққа оралғандай болып жүрмін. Дендерің сау болсын, тек жақсылық болсын әр шаңырақта. Барлықтеріңді жақсы көремін. Әр қайсыларының орындарың бар, орындарың бөлек. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер де. Енді осы 20 жылдықтан кейін группадан жоқ болып кетпеңдер, хабарласып тұрыңдар, қайдасыңдар. Бір-бірімізді іздеп, 30 жылдықта ауыз біршілігімізбен осылай жиналып жүре берейік. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Бақытты болыңдар, бай болыңдар, барлығы жақсы болсын. Ормандағы аюдың құлпынайы көп екен, теріп-теріп алайын, қалтамызға салайын. Ретке тақпақ қой, ретке. Бұл кісі бастаушы беремін. Қызымның тақпақ сайып жүргені. Рахмет, құрметті кластастар. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін мінекей айқайлап аттандап, осы 25-ші қоңырау болды. Оған дейін ас берілді. Осы күнге бүгін жеттік аман есен. Төртеуміз түгел, төрт көзіміз түгел, жаңағы аман есен осы дастарханда отырмыз. Алматыдан келіп жатыр, Талдықорғаннан келіп жатыр. Қыздарымыз, балдарымыз, келіндер бар. Талдықорғаннан келіп жатыр. Келген қадамдарыңа нұр жаусын. Сонау бар жұмысты сырып қойып, жолдасымен кеңесіп, жұбайымен кеңесіп, осы жаққа бір ақылдасып келгендеріне көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін, не тілеймін басқа. Дендеріңіз сау болсын, ең бастысы. Құдай нәсіп етіп келесі осы 30 жылдыққа аман есен осы барымыз түгелдей, бұдан да көп келмегендер келіп, басымыз қосылып, осы дастарханда тағы да бір бас қосып, би билеп, той ойнайық. Құдай соған жеткізсін. Әрқашанда дастарханымыз осындай тек қуанышқа жайылсын. Отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік болсын. Келіндерге де көптен көп рахмет айтқым келеді. 2 күннен бері ат салысып, шауып, осы жерде жаңа қызметтерін жасап, барынша шамалар келгенше үйлене қонақ қылып көтіп жатыр қыздар, балаларды. Бала-шағалардың қызығын көріңіздер, аман болыңыздар. Осы мерекеміз бұдан ары қарай тоқтамай жалғаса берсін. Басқа да қуанышымызда, қастарымызда табылып, бір-біріміздің той жиында бірге ат салысып жүре берейік. Кластастар келді, кластастарым келді, кластастарым шығып жатыр деген шумен, айқаймен жаңағы сіздерді қолдап, қандай да бір жақсылық болмасын. Сол жақсылықта бәріміз бас қосып, бірге аман есен жүре берейік. Көптен көп рахмет сіздерге. Ақпанымда көрейін, әрине есімде тұр. Действительно, мен орысша бұдым кейін қазақша бұдым. Бәрекелді. Абай атамыздың жаңағы кешелі бері ұстаздарға арнап тақпақ айтып жазып, тағы да сол ұстаздарға арналған тақпағымды айтып жіберейін. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Осы ұстаздарымыз аман болсын. Рахмет. Рахмет.